Сәлем достар, бүгін сіздермен айранның адам денсаулығына пайдасы жөнінде ақпаратпен бөлісеміз. Сіздерден подписка лайк, бізден ақпарат. Бәріміз де ауылда айран ішіп өстік. Аптап ыстықта салқын айранды сіміріп алып, әрі шөл қандырып, әрі қарын тойдыратын азық ретінде көреміз. Көжеге қаты құртқа сүзбе болатын бұл тағамды дайындалу әдісі өте оңай. Қазақ дастарханында ең танымал тағам айран десек артық болмайтын шығар. Себебі көк тағамға айран қосылып жасалады. Айранның осы табиғи өнімі болғандықтан оның адам денсаулығына пайдасы өте зор. Негізі медицинада жалпы денсаулыққа пайдалы өнім деген түсінік жоқ. Кез келген өнім бір адамға пайдалы болса, ал екіншісіне ешқандай әсер етпеуі мүмкін. Мысалы, айран бүйрек жетіспеушілігі бар науқастарға артық ақуыздың көзі ретінде кері әсер етуі мүмкін. Бірақ ашыған сүт өнімдерін арықтау кезінде шынында да пайдалы екенін бәріміз білеміз. Себебі олар ақуызға бай. Құрамы күрделі болғанымен артық салмақты түсіруде өте белсенді, сондай-ақ ауыр және майлы тағамдардан кейін айран ішу көп калорияны жойып семіздікке апармайды. Құрамындағы фосфор түрлі инфекциялардың алдын алып, ағзаның жалпы күшін арттырады. Сондай-ақ айранның құрамында сүтке қарағанда лактоза аз, ал бұл лактоза жетіспеушілігі бар адамдарға жақсы әсер етеді. Айран құрамы мен қасиеті бойынша сүтке ұқсас, бірақ ұйытылғаннан кейін құрамы өзгеріп, пайдалы бактериялардың саны артады. Медицина тілімен айтқанда, олар ағзаға пайдалы бактерияларды бөледі. Ағзамызда толып қалған зиянды бактерияларды жойып, иммундық жүйемізді нығайтып, бұл бактериялардың пайдасы өте зор. Құрамындағы пайдалы бактерияларынан бөлек кальций мен калий да бар. Бұл элементтердің ағзада алатын орны зор екені белгілі. Сонымен қатар айран көздің көру қабілетін арттырады. Құрамындағы А дәрумені тері қабатының жұмсақ әрі әдемі болуын қамтамасыз етіп отырады. Сосын кальциферон деп аталатын элементі бар. Бұл Д дәрумені сүйектің біріктігін қамтамасыз етіп, буындарды нығайтады. Сіздермен ақпарат бөліскен адам ән тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.